Бүгінгі мәжілістің жалпы отырысына келген ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтің айтуынша, үкімет соңғы 5-6 жылдың ішінде бірінші сортта 600 граммдық бөлке нан бағасын арзандату үшін жыл сайын 7-8 миллиард теңге аралығында қаржы шығындап келген. Тіпті кейбір жылдары бұл көрсеткіш 12-15 миллиард теңгеге дейін жеткен. Сондықтан осыдан 2,5 жыл бұрын нан бағасын субсидиялауды біртіндеп қысқарту туралы нормативтер қабылданған. Министрдің ойынша, нан бағасы реттелетін, арзандатылған болмау керек. Оны нарық өзі реттеуі тиіс. Ал нанды қазіргідей тұрмыс төмендермен байларға бір бағада сатуға болмайды. Сондықтан бұл өсім бірден емес, бұл ешқандай девальвацияға байланысты емес, ешқандай біздің астықтың жеткілікті немесе жеткіліксіздігіне байланысты емес. Бұл жалпы нанды тек қана тиісті, сондай әлеуеті төмен сондай азаматтарға беру тиіс деген бағытпен жүргізіліп жатыр.